Тұрақты комиссия отырысында қаралған келесі мәселе сыбайлас жемқорлықты болдырмау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар барысы туралы. Мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы саладағы тегеурінді тірлікті тілге тиек етті. Былтыр департамент сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша 14 мекемеге сыртқы талдау жүргізген. Соның негізінде 60 ұсыным беріліп, оның 96,7% бүгінде орындалып отыр. Сала басшысы Open Space форматы бойынша кездескен кедергілерді депутаттар назарына ұсынды. Осы және өзге де мәселелер облыстық мәслихаттың кезекті 29-шы сессиясында қаралды. Қазір Open Space принципі жұмыс жасауда мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында. Өкінішке орай біздегі мемлекеттік органдардың, әсіресе ауыл әкімдерінің ғимараттары бұл принципке көне бермейді. Өйткені біріншіден ескі, көне және құлау қаупінде тұрғандар бар. Сондықтан менің ойымша осы Қызылорда облысында арнайы типтік жоба жасалып, сосын ауыл әкімдіктерінің ғимаратын бір жүйеге келтіру. Оны бір мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясында немесе кәсіпкерлердің арасында, немесе сол ел азаматтарының бюджеттің қатысуымен де бәлкім қарастыру варианттарын біз ұсындық. Жалпы депутаттар тарапынан қолдау тапты.